Hello everyone, баршаңызға сәлем. There is, there are конструкциясы. Бұл дегеніміз не? Яғни бір заттың немесе адамның кез келген жануарлардың қай жерде, қандай мекенде тұрғаны белгілі бір орнын айтқымыз келсе, яғни орны бізге белгілі болса, онда міндетті түрде there is, there are деген конструкциядан бастаймыз. There is дегеніміз, is деген мұнда жекеше түрде, there are көпше түрде. Мысалы, біз жаңағы бөлмеде адам бар деп айтқымыз келсе, there is a man, яғни бір адам бар деп айтқымыз келсе, there is a man in the room деп айтамыз. Яғни бізде мұнда адам маңызды емес, біз именно бөлме маңызды біз үшін. Қайда, яғни мекені қай жерде тұр. There is a man in the room. Ал көпше түрінде, мысалы, адамдар көшеде жүр, бірнеше адам, көпше түрінде, яғни бірнеше зат болса, бірнеше адамдар болса, онда there are деген конструкция қолданылады. There are some деген бірнеше, яғни несколько, some people in the street. Көшеде бірнеше адамдар жүр. Енді қараңыз. Және көбінесе осыны біз кез келген жағдайда, мысалы, үйде болса, іште, сыртта, қалада кез келген, немесе тұрғылықты мекен жайға қатысты айтатын болса қолданамыз. Тағы да there is конструкциясын бір факт нәрсе жағдайларда айтқымыз келсе қолданамыз. Мысалы, бір проблема бар деп айтқымыз келсе, there is a problem. There is a problem. Яғни бір проблема бар. Және көпше түрінде, мысалы, жалпы түрде айтқымыз келсе, көптеген жақсы жазушылар бар деп айтқымыз келсе, there are many good writers. There are many good writers. Шынымен көптеген жазушылар бар ғой, солар туралы факт қой, енді ол бар деп айтқымыз келсе, осы there is there-ны қолданамыз. Және осы бұлардың ең тағы бір болымсыз түрі болады, there is there, яғни мысалы біз айтқымыз келсе, үстелде кітап жоқ деп айтқымыз келсе, there is not деген болымсыз. Жаңағы болымсыз сөз тіркейміз. There is not a book on the table. Үстелде кітап жоқ. Немесе көпше түрінде, мысалы, айтамыз, there are not, тағы да болымсыз сөз жалғаймыз, not, there is not people in the street. Көшеде адамдар жоқ. In the street. Яғни бұл болымсыз түрі, яғни жоқ. Бір жерде, яғни ондай нәрсе жоқ деп айтқымыз келсе, осы болымсыз түрін қолданамыз. Not деген сөзді тіркейміз. Және сұрау сөзде біз жаңағы is дегенді алдына қарай шығарамыз. Is, are деген көмекші сөздерді алдына шығарамыз. Мысалы, былай сұрайық. Нұр-Сұлтан қаласында бәйтерек мұнарасы бар ма деп айтқымыз келсе, сұрағымыз келсе. Is there
бәйтерек, tower, in Нұр-Сұлтан, in Нұр-Сұлтан, Нұр-Сұлтан. Yes, there is. Жауап бергенде қысқаша yes, there is, иә, бар деп айтамыз. Және көпше түрінде, мысалы, мынандай сұрақ қойық. Are there, яғни алдына шығарамыз. Are there. Hi. Hi. Are there high buildings? Buildings in Алматы. In Алматы. Яғни бұнда не айтқымыз келіп тұр? Жаңағы Алматыда биік ғимараттар бар ма деп сұрағымыз келсе, онда are there high buildings in Алматы? Сұрақ белгісін қоямыз міндетті түрде соңында. Тағы да бір жағдай, осы there is конструкциясын, мысалы, сіздерде қандай да бір сұрақ бар ма деп сұрағыңыз келсе, are there any question? Сұрақтарыңыз бар ма деп сұрағыңыз келсе, осы нені конструкцияны пайдаланасыз. Are there any questions? Жауап береміз. Мысалы, there are no questions. Ешқандай сұрағымыз жоқ. No questions. There is, there are конструкциясының үш жақта өзгереді, яғни бірінші present, осы шақ, present, осы шақта біз, мысалы, жекеше түрін біз singular дейміз. Singular, жекеше. Және plural, көпше түрі. There is, there are конструкциясының осы шақта, яғни present simple осы шақта there is деп айтады. Оны жаңа алдында түсіндіріп жатырмын. Түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. There is жекеше түр, иә? А көпше түрінде there are. Және өткен шақта past simple. Бұл өткен шақта there was болады. There was жекеше түрі. There was. Ал көпше түрі there were. There were. Және келер шақ ол future. Келер шақта біз there will be деген қолданамыз. There will be. Яғни болады деген мағынаны білдіреді. There will be. Және көпше түрінде де there will be. Қалады сол. There will be. Мысал ретінде айтайын, мысалы, осы шақта айтатын болсақ, манадан бері айтып жатырмын, яғни мысал ретінде көрсетіп кетейін. There is a book. There is a book on the table. Кітап үстелде жатыр деп айтады. Және
өткен шақ. Өткен шақта біз was қолданамыз. There was a book. Яғни өткен шақта айтатын болсақ, кітап үстелде жатқан. On the table. Келер шақ. There will be. Келер шақта, мысалы, there will be a shop. Мысалы, келер жылы біздің үйдің қасында дүкен ашылады деп айтқан кезде дүкен болады. There will be a shop near our house. House next. Келер жыл. Next year. Келер жылы біздің үйдің қасына дүкен ашылады, дүкен болады дегенде осыны пайдаланамыз. Өткен шақ, осы шақ, өткен шақ және келер шақ. Осымен бітті. Каналға тіркеліп, лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментте қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.